Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Армысыздар. Мен Серік Ажыбайұлы. Бүгін 2020 жылы 10 қаңтарда Нидерланд короліндегі Қазақстан елшілігінің алдына келіп, отан үшін өз кеудесін оққа байлаған, отан үшін отқа түскен қаһармандарымызға, жалаңтөс батырларымыздың рухына аза тұту мақсатында және де Құран оқу мақсатында осында келіп тұрмын. Ағзу биллахи мина шайтан ражим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, аррахманир-рахим, малики яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, ихдина сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Жаратқан ием, осы жолы отан үшін отқа түсіп, кеудесін оққа байлаған барша батырларымыздың жатқан жерін жәннаттық етті. Және де артында қалған барша жақындарына жақсылық бергейсің, Алла тағала. Ол берген жақсылығын еселеп бергейсің. Жалпы халқымызды, елімізді қанішер, тоғышар диктатор биліктен тезірек арылтқайсың, Алла тағала. Өз халқымыз өз билігін тезірек өз қолына алғай. Аллаху акбар.